жыр арқылы соңғысының атынан Өтешкалиева мен Қарабалинге 25 жылдың мамыр айынан бастап қалада жұмыс жасап жүргенін жалған айтып, тірекеніне көзден жеткізіп хат отырған және сенімдерін теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену арқылы заңсыз пайда табуға болатынын біліп, алаяқтық яғни бөтен мүлкін алдау жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену қылмысы бойы пайда болған. 29 тамыз 25 жылы көздеген қылмыстық құқық бұзушылық кегін жүзеге асыру мақсатында Сәрсемалиев Мұхамғалиевтің атынан Өтешкалиеваға WhatsApp мессенджер арқылы хабарлама жазып, шұғыл түрде 350 мың теңге ақша қаражаты керектігін жеткізген. Өтешкалиева баласы Мұхамғалиевтің сөзіне сеніп, оның қажеттілігін орындау мақсатында көрсетілген сомада ақша қаражаты дайын екенін хабарлаған. Сәрсемалиев қылмыстық құқық бұзушылық пиғылына жету мақсатында Мұхамғалиевтің атынан Қызылорда Атырау бағытында жолаушы тасымалдау қызметімен айналысатын Сарбас Мұртаза Тимеевичке WhatsApp мессенджер арқылы хабарлама жазып, ақша қаражатын анасы Өтешкалиевадан алып, Атырау қаласына келгенде Каспий терминалы арқылы Каспий билет есепшотына салып жіберуін сұрап, ол үшін жол ақысын төлейтінін айтып өтініш білдірген. Өз кезегінде Сарбасы сол күні сағат 19:00 шамасында Өтешкалиеваның үйіне балаларын жіберіп, 350 мың теңге ақша қаражатын алдыртып, 10 тамыз 25 жылы Атырау қаласына келген соң, аталған 350 мың теңгені Каспий терминалы арқылы Мұхамғалиевтің Каспий билет есепшотына алдырған. Осылайша Өтешкалиеваның алаяқтық яғни бөтен мүлкін бірнеше рет сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену арқылы тапқан 350 мың теңге ақша қаражатын Сәрсемалиев өз қажеттілігіне жұмсаған. Нәтижесінде Сәрсемалиевтің құқыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекеттерінен Өтешкалиеваға 350 мың теңге мөлшерінде материалдық шығын келтірілген. Сөйтіп Сәрсемалиев Сұлтан Самиғұлұлы қылмыстық кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігі 4-ші тармағында көзделген алаяқтық яғни бөтен мүлкін алдау жолымен бірнеше рет бөтен мүлікке құқықты иемдену болып табылатын қылмыстық іс-әрекетін жасаған. Сәрсемалиев 25 жылдың 14 мамырдан бастап 2 қарашасына дейін Мұхамғалиев Наурыздың Samsung A21 ұялы телефонында орнатылған WhatsApp мессенджер арқылы оның атынан Өтешкалиева мен Қарабалинге хат жазып, тірі екенін білдіріп алдап келген. Бұдан басқа Сәрсемалиев Мұхамғалиевті қасақана қазаға ұшырату және жеке заттарын жасырын жымқыру болып табылатын қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекеттерінің әшкере болмағандығына көз жетіп, қайын жұрт туысқандарымен болып жатырған балаларына және Мұхамғалиеваға қатысты мәселенің түпкілікті шешімін шешу мақсатында Жангелдин ауылына баруға бел буған. 25 жылдың қараша айының 2 күні сағат 23:00 шамасында Сәрсемалиев қасына қызы Самиғұла Сафияны және азаматтық некедегі жұбайы Мұхамғалиеваны ертіп, такси арқылы соңғысының ата-анасы тұрып жатырған Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылы Әлішев көшесі 13/1 үйіне келген. 25 жылдың қараша айының 3 күні сағат 18:00 шамасында Қарабалин мен Өтешкалиева Сәрсемалиевке жиені Самиғұла Сафия мен қызы Мұхамғалиеваны тастап кетіп, қалған жиендерін Махамбет ауданындағы үйінен алып келуге талап қойып, араларындағы бұрын орын алған келіспеушілік жалғасқан. Бұл талапты естіген Сәрсемалиев араларындағы келіспеушілік өз пайдасына шешілмейтінін түсініп, олардың сөздері мен әрекеттеріне ашуланып, Мұхамғалиевті өлтірген және ұрлық алаяқтық қылмыстық әшкереленіп қалмас үшін оларды жасыру мақсатында Өтешкалиева мен Қарабалинді өлтіру, яғни құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшыратуға шешім қабылданған. Сәрсемалиев екі адамды бірнеше рет басқа қылмыстарын жасыру мақсатымен адам өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы араларында бірінші наурыз оқылған Самиғұла Әсия Сұлухмет ауылындағы ата-анасының үйіне апарып тұрып жүрді. 5-ші баласы Самиғұла қаласында емдеу курсына өткізілген. Орта түскен. Оның жалға алып тұрған Атырау қаласының аңдық сотына заң өкілдері жұмысына арыз беріп, балаларын алып содан кейін